Армысыздар достар, бүгін сіздерге Chapter 5 Idea Generation Template, яғни кез келген эссенің сұрақтары сіздің алдыңызға келген уақытта, сол эссеге кәдімгі сол сұраққа кәдімгі жақсы бір эссе жазу үшін біз нені білуіміз керек, қандай шаблонменен біз жоспарын жасап, сол жоспар арқылы тез эссемізді жүйелі түрде жазып шығу. Осы техниканы үйренетін боламыз. Өте пайдалы тақырып достар, сол үшін мұқият тыңдап түсініп алуға тырысыңыздар. Сіздің алдыңызға task to эссесі келген уақытта сол эссенің ішіндегі сұрақтарға қарай отырып, бірден біз мынау 5 түрлі эссенің типтерінің біреуі екендігін анықтап алуымыз керек. Біріншісі advantages or disadvantages, agree or disagree, 2 points plus your opinion, problem and solution, 2 questions and your answer to them. Осы 5 типті эссенің біреуінің қайсысына жататындығын анықтап алсаңыз, онда сізге эссені жазу проблемасы екінші деңгейге түсіп кетеді, яғни жеңіл болады. Сол үшін сіз сұраққа қарай отырып, осы 5 типтің қайсысына жататындығын бірінші анықтап алыңыз. Сол кезде сізге сұрақты түсіну маңызды этапқа айналады, яғни сұрақты мұқият оқу керек. Кейбір кезде advantages деп жазып келе жатады сұрақтың ішінде, бірақ сіздің пікіріңізді сұрап кетуі мүмкін. Сол үшін сіз мұқият тыңдап, оқи отырып, қарап отырып, 5 типтің біреуіне жатқыза білуіңіз керексіз. Бұның техникасын, бұның практикасын алдағы уақытта жасайтын боламыз, сол кезде мен сіздерге түсіндіремін. Кеттік. Енді біз жоспар жасаудың бір шаблонын көруіміз керек. Жоспар жасаудың бір таблицасы бар кәдімгідей. Соған қарасақ, мұқият түсінікті болады. Қараңызшы. Мынандай бір көз алдыңызға таблица елестетіңіз. Сіздің эссеңіздің ішінде міндетті түрде 2 body параграф болады. Ол body параграфтың біреуінде бір идеяны, екіншісінде екінші идеяны айтуыңыз керексіз, жазуыңыз керексіз. Сол үшін бізде 2 sides бар. One side and 2 side. Сол жерде сіз бірінші идеяны жаза білу керексіз. Яғни бірінші идея, условно дейік, қазір мынандай бір сұрақ берді дейік сіздің алдыңызға. Some people think that getting a degree from university is the best way to secure a good job. Others believe that employers value work experience more than a university degree. Discuss both views and give your opinion. Көрдіңіз бе? Сіз сұраққа қарайсыз. Сұрақ бізден не деп тұр? Discuss both views and give your opinion. Мына 5 түрлі эссенің қайсына жатады екен? Үшіншісіне жатады екен. 2 points plus your opinion. Өйткені бірінші point университетте оқу ол жақсы жұмыстың кепілі дейді. Екіншісі айтады, тәжірибе негізі жұмыстың негізгі бөлігі университеттің деңгейінен көру дейді. Енді сіз бұны 2 points plus opinion форматындағы эссе екендігін түсіндіңіз. Енді бірінші идеяға, екінші идеяға нені жазу керексіз? What is the essay about? Best way to secure a job, яғни жұмысты кепілдікке алу. Сізге жақсы жұмыс табудың көзінің не екендігін анықтап көрсететін нәрсе, бұл сол жолдардың екеуінің біреуін көрсету керек сізге. Бірінші view не дейді? Университеттің деңгейі жақсы жұмыстың көзі дейді. Екінші view бізде не дейді? Жұмыс тәжірибесі негізі жақсы жұмыстың көзі дейді. Міне екі viewді біз анықтап алдық. Не туралы айтқысы келіп отқандығын. Одан кейін мысалдар келтірейік. Мысал, идея 1. Жақсы университеттің деңгейі жақсы жұмыстың көзі десе, онда бірінші идея не? Кейбір жұмыстар міндетті түрде белгілі бір дипломның болуын талап етеді. Ол қандай жұмыстар? Мысалы, доктор. Кеттік, анықтап алдық. Ал жұмыс тәжірибесі дейтін болсақ, кейбір жұмыстар жұмыс тәжірибесін талап етеді. Мысалы, office manager at my work. Менде шынымен, мысалы, осы жақында ғана бір видео көріп қалдым. Бір журналист офиста отырған адамдардың әрқайсысына келіп сұрап жатыр да, сіз университетте не оқығансыз дейді, мысалы, сол жерде главный редактор отырды. Мен вообще юристпін дейді мамандығым бойынша. Екіншісінен сұрайды, сіз не оқығансыз? Менде переводческое дело дейді, мысалы, бірақ бәрі журналист болып жұмыс істеп отыр. Бір диктордан сұрайды, сіз не оқығансыз? Мен вообще экономистпін дейді. Бұл не деген сөз? Яғни журналистік қызметті атқару үшін адамның тәжірибесінің болуы маңызды, оқыған мамандығы қатты үлкен рөл атқармайды. Осы нәрсе де бұл мысалға кіре береді, достар, көрдіңіз бе? Кеттік. Тағы да қандай жұмыстар бар? Мысалы, инженерлік жұмыс міндетті түрде дипломды талап етеді. Себебі сіздің техникалық біліміңіз болмаса, тәжірибеңіздің болуы жақсы да әрине, бірақ бірінші кезекте біліміңіздің болуын талап етеді. Тура солай архитектордың да жұмыстары негізі тереңірек бір саланың білімі болу керек сізде.
Ал жұмыс тәжірибесі арқылы жақсы жұмыстың иесі болу үшін shop manager, sales person, мысалы, сатушы болу үшін сіз бір университетте оқуыңыз маңызды емес. Дұрыс қой? Осылайша біз бірінші идея, кейбір жұмыстар не дейді, дәрежені, дипломды талап етеді, кейбір жұмыстар дипломды талап етпейді. Кейбір жұмыстар сол тәжірибесі болса жеткілікті деп айтып жатыр. Енді не дейміз? Түсінікті түсіндірмесі қалай болады? Specialized knowledge is required for doctors, engineers and architects. Біз мынау бірінші viewді дәлелдейтін идеямызды жаздық, мысалдарымызды жазып алдық өзімізге, оның түсіндірмесін примерно жазып алдық өзімізге. Міндетті түрде 3 түрлі идея жазу міндетті емес осы. Бір идеямен де сіз эссені жазып шықсаңыз болады. Өйткені бірінші view 1 деген бірінші body paragraph, view 2 екінші body paragraph не туралы екендігі белгілі. Соны толықтыратын идеяларды біз мына жерге жазып алдық. Көрдіңіз бе? Енді осылар арқылы эссемізді жазу бізге әлде қайда жеңіл болады, чем мысалы ойдан құрастырып, жаңағыдай жазып отырған кезде спонтанно бір идеяларды қосып отырғаннан гөрі жоспарлаудың техникасын біліп алған әлде қайда жеңілірек, достар. Тағы бір мысал келтірейік. Тағы бір мысал, қараңыздар. The internet has made many things in our lives simpler. However, it has also brought new threats. Do the advantages of using the internet outweigh the disadvantages. Бұл жерде қандай эссенің типіне жатады, сразу анықтап алайық. Әрине бұл advantages and disadvantages эссенің типіне жатады. Кеттік, анықтап алдық қой. Значит, біз не туралы жазуымыз керек? Side 1, side 2. Екі жаңағыдай viewлардың ішінде біреуінде advantages, біреуінде disadvantages туралы жазамыз. Біздің эссеміз не туралы? Интернеттің пайдасы және зияндары туралы жазуымыз керек. Пайдасы мынау advantages, зияндары threats, бұл disadvantages. Енді біз идея келтірейік. Мысалы, идея ретінде бірінші идея интернеттің пайдалы тараптары. WhatsApp, Skype, мысалы, Viber деген сияқты приложениялардың барлығы қазір бізге пайдалы болып жатыр. Advantage ғой. Қанша адам бір-бірімен жұмыстар істеп жатыр, немесе байланысқа шығып жатыр тегін түрде. Екінші бар, бұл shopping online. Яғни интернеттің болуы онлайн форматта шоппингті өте жақсы дәрежеде дамытты. Мысалы, Amazon деген сайт бар, әлемдегі ең дамып кеткен онлайн сеть магазинов, например. То же самое не бар, AliExpress бар, мысалы. Google Search бар. Бір Google'дың өзі интернеттің артықшылықтарын түсіндіруге әлде қайда жеткілікті бір мысал. Ал енді disadvantage'ге не жатуы мүмкін? Мысалы, Yahoo хак жасалды, яғни Yahoo'ды взломать етті. Одан кейін YouTube-та мысалы сізге жаман комментарийлар жазып жатса, немесе Instagram'да жаман комментарийлар жазып жатса, ол сіздің психикалық тұрғыда жағдайыңызды нашарлатуы мүмкін. Енді әркім әрқандай деңгейде депрессияға ұшырайды ол жерде. Trump talking about fake news, яғни Trump мысалы сайлау кезінде алдыда дұрыс емес жаңалықтарды жариялады. Бәлкім дұрыс жаңалықтар өздігінше. Негізінде мысалы жеңіске жеттім деп сондай жалған ақпараттар таратты мысалы. Ондай нәрселерге біреулер сенеді мысалы. Біреулер алып анау синий кит деген бір бәле шықты, соңғы уақытта жас балалар өз-өздеріне қол жұмсап жатыр. Ол нәрселердің барлығы интернеттің жаман тараптары. Дұрыс па? Осындай нәрселерді жазып көрсете беруге болады. Бұл идея да сізге ертең мысалы мынау disadvantages бөлімін жазу мақсатында supporting idea дейді ғой. Сізді поддержка жасайтын бір идеяларды жазу кезінде мынандай идеяларыңыз келіп жатса, 2-3-еуін бірден жазып алған жақсы. Бұл сізге өз кезегінде көмек болады да, эссе жазу барысында. Одан кейін қарайық енді. WhatsApp, Skype, email, бұлардың барлығы бізге communicationға көмектеседі. Дұрыс қой, барлығын бір структура ретінде алып қараса, коммуникация жағын жақсартуға көмектеседі. Неге? Бір-бірімізбен байланысқа шығамыз. Shopping online бұл бизнестердің басқа бір деңгейге өсулерін, яғни бір елден екінші елге өсулеріне жол ашады. Дұрыс па? Shopping online. Google Search бұл өз кезегінде ақпараттардың кез келген түрін іздеуге көмектеседі. Даже Google-да қазір мынандай функция шықты, бір нәрсенің жазуымен емес, суретін көрсетесің, Google саған ол суреттің неге қатысы бар екендігін тауып беретін жағдайға келді. Бұл өте жақсы бір мүмкіндік та адамдар үшін. Ал Yahoo мәселесіне келсек, Yahoo деген бұл Яндекс сияқты,
Google сияқты үлкен бір гигант компания негізі. Бұл жерде мысалы елдердің почталары бар, Yahoo'да қанша адамның почтасы бар, миллиондаған адамдар. Егер де ол сайт взломанный болатын болса, әрине көп адамдардың жеке ақпараттары басқа біреулердің қолдарына түседі. Hate messages on YouTube, online bullying, яғни бір адам сізге онлайн форматта қиянат жасауы мүмкін, сізді blackmail деп айтады, мысалы шантаж жасауы мүмкін. Бұл да интернеттің жаман тараптары. Dangerous for young people. Әрине жас адамдардың саналары бұндай нәрсені көтере алмай қалады. Fake news, жаңағыдай дұрыс емес ақпараттарды тарату арқылы халықтың арасында арандатушылық оятады. Бұның барлығы disadvantage'ның түріне жатады, дұрыс па? Жалпы алған кезде біз уже идеямызды жазып алдық. Идеяларды толықтыратын бұларды бір систематикалық жүйеге енгізу керек қой. Мысалы, Google бұл easy to search for info. Shopping online, business expand abroad. Яғни шетелге бизнестердің өсуі. WhatsApp, Skype, emailдар бұл коммуникация мәселесі. Мыналардың барлығын өзінің бір темаларын жазып алдық. Бітті, біз уже немізді эссеміздің жоспарын дайындап алдық та. Бұл нәрсеге бір 5 минут, 6 минут уақытымыз кетуі мүмкін. Сіздің позицияңыз қандай? Бұл opinionды, сізден disadvantage, advantage сұрап жатыр. В принципе, идеяңыз қалай? Huge benefits, пайдасы өте көп. Minimize threats, control security measures. Яғни мынау ненің жаман тараптарын, disadvantage'дарын азайтудың жолы не дейді? Бұл контроль жасау, бақылауға алу және қауіпсіздік қызметтерін, қауіпсіздік жұмыстарын жасау арқылы біз бұлардың алдын ала аламыз. Яғни бұл біздің жаңағы неміз conclusion бөлімімізге жазатын бір ойымыз, идеямыз болуы мүмкін. New source of crime. Many things are simple, can't live without it. Уже біз мысалы WhatsAppсыз немесе emailсіз өмірімізді елестете алмаймыз. Өйткені күнде миллиардтаған хаттар адамдардың араларында алмасады WhatsApp арқылы. Бұл өте жақсы бір мүмкіндік, қандай да бір адам болмасын. Сол үшін біз бұл нәрселерді уже өміріміздің алынбас бір бөлігі ретінде қабылдайтын деңгейге келдік. Дұрыс қой? Интернеттің артықшылығы ретінде бұны көрсете аламыз. Осылайша достар, сізге берілген кез келген тақырыпты жүйелеп алу үшін басыңызда мынандай шаблонды қолдансаңыз, өте жақсы бір жетістікке жетесіз. Яғни уақыт үнемдеу тұрғысынан болсын, және көз алдыңызда кез келген идеяларыңызды жүзеге асыру үшін өте көп пайдасын тигізеді. Шынайы эссеге, жаңағы емтиханға келген уақытта осы шаблон ойыңызда болу үшін біз көп практика жасауымыз керек. Мен үй жұмысы ретінде сіздерге мынандай сұрақтар берем, task 2-дің сұрақтарын. Сіздер сол сұрақтарды осындай таблица жасау арқылы жылдам жүйелеп шығуыңыз керексіздер. Жүйелеп алып, сосын сол жүйелеген эсселеріңіздің ішінен кез келген екеуін алып жазып шығасыздар. Осылай біз практика жасаймыз. Алда да мысалы тез эсселерді бір шаблонға келтіріп ойлану мақсаттарын дұрыстау үшін осындай жүйелерді көрсететін болам. Көп практика жасасақ, Алла қаласа task 2 эссесін жазатын кезде осыған дейін 1 сағат, 1,5 сағат уақыт жұмсасаңыз, уже уақытыңызды тез өнемдейтін деңгейге келетін боласыз. Жалпы алған кезде осы бүгін түсіндіргім келген нәрсе шаблондарды үйрету, шаблондардан бұрын бір жағынан кішкене қайталау мақсатында эсселердің типтерін көрсету болған достар. Сіздер енді осыларды еске түсіру арқылы жүйелі форматта эссе жазуды үйреніңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.